Үшінші мегаполис жастардың қаласы. Расында Шымкентте жастардың басты мәселесінің бірі ол баспанамен қамтамасыз ету. Дегенмен де елімізде, соның ішінде біздің шаһарымызда да көптеген бағдарламалар қолға алынған. Солардың бірі жастарды арендалық үймен қамтамасыз ету. Да, Азиза, знаю про эту программу, и с прошлого 2023 года условия изменились. Ты знала, что теперь новые правила? Қандай? Сейчас молодежи не дают жилье на 5 лет, всего лишь выдают на 3 года, возраст получателя до 35 лет. И однако за эти 3 года нужно еще успеть накопить на первоначальный депозит. Және тағы да бір ереженің бірі, жастардың жасы 35 жастан асып кетпеуі тиіс. Ендеше өткен жылы осындай баспанаға қол жеткізген жастармен сұхбаттасатын боламыз. Арнада қалыңыздар. Сіздермен бірге мен Азиза Мадияр және де әріптесім Алиса Бойко. Не формат бағдарламасымен арна қосылу болсын. Жалдамалы пәтер кілтіне қол жеткізген жастардың қуанышында шек жоқ. Өткен жылы өткізілген байқау нәтижесі қаңтарда шыққан еді. Тұран ықшамауданында орналасқан бұл көп қабатты үйде конкурстан жеңіп, жалдамалы пәтермен қамтылған жастар тұрады. Дәл қазір Шымкент қаласында арендалық үй, яғни жастарға арналған бағдарламаны конкурстан ұтып алған көп балалы отбасының үйіне келіп отырмыз. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда жарықтың өзі сенсорлы түрде, яғни адамның қимылына қарай қимылдайды екен, байқадың ба, Алиса? Тіпті лифттің өзінде керемет әуен ойнап тұрды. Действительно, лифт с музыкой. И сегодня, кстати, наши герои согласились не только нам показать свое жилье, которое они получили, но и рассказать, какие документы сдавали и как долго ждали ключи от квартиры. Ендеше, танысуға дайынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әрине, міндетті түрде қимылдау керек, мұндағы жарық сөніп қалмасы үшін. Кеттік. Ендеше, мінеке қоныс құтты болсын деп бісміллә деп кірейік, Алиса. Бүгін бұл бағдарламада біз бір емес 3 жас отбасының пәтерлеріне қонақ болып барамыз және де сұхбаттасатын боламыз. Әрбірінің былайша айтқанда тарихы, өзінің айтары бар, қалай қол жеткізгені туралы, я, Алиса? Наша героиня, она многодетная мама, и сегодня она будет делиться впечатлениями о въезде в новую квартиру. К слову, ее им отдали уже с ремонтом. Ендеше, арнадан ауыспаңыз. Жалғас Жамбулова көп балалы ана. Сөзінше ол жастар бағдарламасы бойынша жалдамалы пәтер алуға өтінім білдіріп, жоғары ұпай жинаған. Қазір 3 бөлмелі пәтерге қол жетімді қаражат төлеп, өз баспанасын алуға қаржы жинауға кірісіп кеткен. Себебі келісім шарт уақыты аяқталған соң жас отбасы бұл үйді босатуға жет. Жалдамалы пәтердің конкурсынан жеңіске жеткен біздің жас отбасылардың бірі, ол Жалғас ханым қазір менің жанымда тұр. Жалпы қашан сіз құжаттарды өткізген едіңіз? Бір өткізгеннен осындай 3 бөлмелі пәтерді конкурстан жеңіп алдыңыз ба? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Мен бұл хабарламаны жаңалықтардан естіп, Дәулеттеннен естіп, Инстаграм парақшаларынан жақсылап ақтарып, информация жинап, ноябрьдің 9-нан бастап құжат қабылданды. Сол кезде онлайн тапсырдық. Онлайн жүзінде болды, барлығы 3 күн берілді. Жастарға мүмкіндік 3 күн берді. 3 күннің ішінде барлық құжаттарды жинап, базаға енгізіп, жаңағы онлайн түрінде өткіздік. Енді кішкене үйді таныстырып өтсеңіз, бұл жерде 3 бөлмелі пәтер. Өзіңіз енді үйдің иесі ретінде таныстырып көрсетіп өтсеңіз. Жастар бағдарламасы арқылы 77-те 6 квадрат метр үй бұйырды, 3 бөлмелі. Мынау біздің үлкен залымыз. Бұл жерде қонақ күтеміз. Барлығымыз осы жерде отырып шай ішеміз. Өте жылы, ыңғайлы, кең. Өзіңіз енді 4 балалы анасыз ғой. Осыған дейін пәтерде тұрдыңыздар ма?
Мен ата енем қолында тұрдым. Сол бізден кейінде балдар болғандықтан бөлек шығуға өзіміз шешіп қабылдадық. Көп балалы ана болғандықтан бізде осындай үлкен, кең болғаны бізге де арман болды. Содан осындай конкурстан жеңіп өте қуаныштымын. Еншіңізді енді алып шықтыңыз ғой. Былайша айтқанда, бұл үйде сіз 3 жыл ғана тұруға мүмкіндік беріледі, иә? Айына қандай сома төлейсіз? Мен қазір 77-те 6 квадрат метрге 19.250 теңге төлеймін айына. 3 жыл тұрасыздар, 3 жылдан кейін үйді босату керек. Осы 3 жылдың ішінде қаражат жинап, өзге бағдарламамен алуға жоспар құрып қойдыңыздар ма? Иә, депозит ашып қойғанбыз. Тек қазір жинақтаған алған айлығымыздың жарты бөлігін депозитке салып отырамыз. Ол бізде уже қалыпты жағдай болып қалды. Енді сіздің жас ретінде пікіріңіз бұл бағдарламаға қандай да бір өзгеріс енгізу керек пе? Жалпы жастардың бізде баспана деген өте үлкен мәселе, соны шешу үшін тағы қандай жобаларды қолға алу дұрыс деп ойлайсыз? Мен өте ризамын бұндай бағдарлама барына, өте бізге ыңғайлы. Қазір көп балалы ретінде де өте бір айлықпен күн көру өте қиын негізінде. Мен сұрарым негізі осы баспананы өзімізге жаңағыдай ары қарай бөліп төлеуге берсе деп өтініш жасағым келеді негізінде. Яғни 3 жылдан кейін босатпай-ақ осы үйді алып қалу негізгі ережеге енгізсе деген ой ғой сізде. Жақсы. Жақсы, құрметті көрермендер, мінекей бұл 3 бөлмелі пәтердің үлкен қонақ күтетін бөлмесі. Кезекті бөлмеге көшсек, кезекті бөлме бізде балалардың, иә, бөлмесі. Мінекей мынау дәліз көріп отырғандарыңызда, иә? Иә, мынау коридорымыз. Жуынатын бөлмесі бар. Барлық қамтамасыз етілген, және мұнда бізде қандай бөлме? Бұл өзіміздің жатын бөлме. Енді ғана сіздер көшіп келгенде жиһаздарымызды әлі толық орнатып біткен жоқпыз. Кілем төсеніштерімізді енді төсеп. Барлығында осындай балкон бар екен, иә? Яғни сырттың барлығы көрініп тұрады. Иә, өзіміздің армандағандай, арманым осындай үлкен терезелі үйде тұрсам екен деген арманым болатын. Сол армандарыма жеттім деп ойлаймын. Бірақ балалардың қауіпсіздігі жағынан қалай? Балалардың қауіпсіздігі жағынан біз өзімізге мынандай защитник орнатып қойғанбыз. Бұның өзінің арнайы кілттері бар. Яғни бала шығып құлап кетпесіне мүмкіндік дейсіз ғой, ашылмайды, иә? Иә, магазинге барған кезде, сыртқа шыққан кезде міндетті түрде осыны құлтап кетеміз. Ашылмайды ғой бала? Иә, бұл кілтпен не қылады? Кілтпен, иә. Жақсы. Бұл ал келесі бөлме балалардың бөлмесі. Бұл өзіміздің жатын бөлме. Кезекті бөлмеге біз барғалы жатырмыз. Құрметті көрермендер, бұл жерде жалдамалы пәтерді алғанның өзінде отбасының мүшесіне, қанша баласы бар соған қарай 3 бөлмелі пәтерді алуға мүмкіндік бар. Дегенмен де жетпей қалған жағдайда 2 бөлме беріледі. Неке бұл бізде балалардың бөлмесі? Иә, балалардың бөлмесі. 3 ұлым бар. Осы жерде жатады. Қызыңыз өзіңізбен? Қызым өзіммен бірге жатады. Жалпы өзіңіз секілді жастарға не айтар едіңіз? Бізде барлығы мәселені айтады. Бізде баспана мәселе расында бар. Оны шешу үшін жасалып жатқан бағдарламаның бірі. Бұл бағдарламаға барлығы қатыса алады ғой 35 жасқа дейін. Әрекет ету керек пе, әлде сіздің енді кеңесіңіз? Бұл бағдарламаға негізінде мемлекеттік жұмыс істейтін барлық мұғалімдер, жастар қатыса алады. 18 пен 35 жас аралығындағы. Барлықтары өзінің бағын сынап көрген дұрыс негізі. Өтіп кетем ба, өтпейм ба деп ойланудың қажет жоқ. Бағың жанып, біз де білмедік негізінде. Ең алғаш рет, бірінші рет тапсырып тұрмын. Өзім таң қалдым өтіп кеткеніме. Бұл бағдарламада барлығын қарайды. Атыңызда үй болмау керек. Квартирада Яғни толық осы бағдарламаның ережесіне сіз сай келдіңіз. 39 балмен осы 3 бөлмелі пәтерде ие болдыңыз. Өзіңіз ризасыз ғой баспананың, пәтердің сапасы жағынан да жалпы? Иә, баспанамның сапасы жағынан өте ризамын. Барлық обой жапсырылған, полдың бәрі құрылған. Неке кішкентай бүлдіршіндер де келіп отыр. 4 баланың анасы, біздің бүгінгі кейіпкеріміз, 3 ұл, 1 қыздың анасы бүгінгі таңда дәл осы 3 бөлмелі жалдамалы пәтерде
қателеспесем енді бірнеше ғана айлар болды тұрып жатқанына. Дәл осындай бағдарлама биылғы жылда қолға алынады. Әзірге конкурстың қай уақытта болар белгісіз, дегенмен де мамандар алдын ала жариялайтын болады. Сондықтан да міндетті түрде біздің бағдарламаны да жіберіп алмай, бақ өкілдеріндегі жаңалықтарды қарап жүріңіздер. Жастардың жанды жері баспана. Бұл мәселені шешу үшін еліміздің 3 мегаполисінде жұмыс істейтін жастар үшін сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Президент тапсырмасына сәйкес биыл Шымкент қаласында жыл соңына дейін мемлекеттік бағдарлама аясында жалпы саны 1900 отбасы арендалық пәтермен қамтылады деген жоспар бар. Оның ішінде тұрғын үй кезек реттілігі бойынша 449 пәтер халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына, 351 пәтер көп балалы отбасыларға, 200 пәтер жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға беріледі. Бұдан бөлек 900 пәтерге жұмыс істейтін жастар қоныстанатын болады. Со второго раза Мадине Надир и ее семье улыбнулась удача, и им одобрили заявку на получение арендного жилья. По словам матери 4 детей, это отличная помощь от государства и возможность накопить на собственное жилье. Несмотря на то, что квартиру выделили временно, Мадина старательно создает уют и даже сама шьет шторы. По словам нашей героини, полностью пустая квартира позволила проявить дизайнерскую фантазию. А мы пришли в гости к еще одной нашей героине. Мадина получила ключи от квартиры в январе. Расскажите про свое новоселье и верили ли вы, что получите ключи? Я басында сенген жоқпыз осы нені алғанымызға. Көшіп келгеніміздің өзіне 2 айдай уақыт болды. Қазір үйренісіп жатырмыз. Керемет бәрі, баста сенген жоқпыз. Осы үйді алатынымыз. А сколько времени ждали? 3 ай күттік. 3 айдай күттік. 3 айдан кейін результаты келді. Бәріміз қуанып, отбасымызбен бірге қуанып, біраз жылап алдық. Біз негізі ай сайын 150 мың теңге төлейтінбіз квартираға. Однокомнатный квартира еді. Қазір бар болғаны 20 мың теңге төлейміз ай сайын. Скажите, а как вы узнали о программе? Біз 2 жыл бұрында документ тапсырғанбыз. Ол кезде өте алмай қалдық. Былтырда тапсырдық, былтырда өте алмай қалдық, себебі балымыз жетпей қалды. Биыл тапсырып, Алланың арқасында өтіп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Как вы думаете, это хорошая помощь от государства? Әрине өте. Біз сияқты жаңа квартираға беріп жинамай, қайта депозитке салып жинайтын боламыз. Квартираға 150 мың теңгеден қанша комуслугамен почти 200 мың теңге болатын еді. Қазір бұл жақта 20 мың теңгесін төлеп жатсақ, қалғанын депозитке салып жинап жатырмыз. У вас очень уютно, очень красиво. Это получается вы все сами, да, подбираете? Да, сами. С мужем. На перделерді міне өзім тікемін. Өте керемет, өзім пердеде тіге беремін. Үйде отырып. Өзім осы бөлмеге арнап тікемін. А когда заселялись, квартира была пустая? Пустой тұғын. Полный өзіміз мебельдердің бәрін өзіміз алдық. Өзіміз таңдап. Енді кішкене комфорт болсын деп үйде. Однокомнатныйда квартирада тұрғанбыз, ол кезде вообще мебеліміз болмаған ғой. Пойдемте дальше. Так, спальню мы посмотрели. У нас детская. Бұл жақта балалардың бөлмесі. Пока что әлі диван ештеңе алған жоқпыз, енді жайлы жасап жатырмыз. Бұл жақта балдар ұйықтайды, ойыншықтармен ойнайды. Красивая люстра у вас. Обратила внимание. Дельфида. Әдемі. Осы бөлмесі кең, бөлмелер өте кең. Өзім прям армандағандай үй. Енді Құдай қаласа осындай үйді ақша жинап тағы да алатын боламыз. Бұл жақта бізде зал, қонақ бөлмесі өте кең. Балдарға да ыңғайлы, ойнайды осы жерде. Қонақ күткенге де жақсы. Осы жерде шай ішеміз, кейде қонақтар келгенде қонақ күтеміз. Балдар ойнайды, басынан осы жерде өте кең. Маған қатты ұнағаны осы залдың кеңдігі. Менде 4 балашығым бар өзімнің. Сыймай кетеді үйде. Ал қазір өте кең, ойнайды ішінде, рахаттанып. Стоит отметить, в прошлом году в городе было распределено 1687 арендных квартир без права выкупа. Среди них рабочая молодежь в возрасте до 35 лет и очередники различных категорий. По городу Шымкент проводятся работы по обеспечению жильем молодежи до 35 лет по программе
арендное жилье для рабочей молодежи. Данная программа действует в 3 мегаполисах: в Астане, в Алмате и в городе Шымкент. Там основными критериями являются до 35 лет, 3 года прописки в городе Шымкент за последние 5 лет, чтобы по Республике Казахстан не имели жилья, а также заявитель обязательно должен иметь не менее 40 МРП ежемесячный доход. В этих случаях они могут участвовать в конкурсе. Конкурс будет проводиться на балльной основе, то есть баллы там присуждаются за годы брака, за брак, то есть за детей, за количество детей. Потом, если у кого-то там есть индивидуальное предпринимательство, за это тоже балл присуждается. Потом за годы стажа в государственных сферах. На сегодняшний день, начиная с 2020 года, мы обеспечили жильем 2949 граждан города. Руководитель отдела учета и распределения жилья Жулдус Ордабекова отмечает, что в этом году 449 квартир будут переданы гражданам из категории социально незащищенных слоев населения. 351 квартира многодетным семьям, 200 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, 900 квартир предоставят работающей молодежи и подробнее объясняет, как оставить заявку, чтобы стать временным обладателем ключей от квартиры. Данная программа вообще к очереди никакого отношения не имеет. Здесь будут подавать заявки через электронную программу Кезек-те-Кезет, программа Жастар. Там у нас видеоинструкция, все вложено в данной платформе. Могут там увидеть, посмотреть и по данной видеоинструкции действовать и подавать заявки. Бастапқыда жобаға 29 жасқа дейінгі азаматтар санаты қатысса, кейін бұл талап өзгерді. Яғни жасы 35-ке толмаған Астана, Алматы, Шымкенттің тұрғындары өтініш білдіре алады. Десе де өткен жылы ережеге тағы да түзетулер енгізілді. Келісім шартқа сәйкес жастар пәтерде 3 жыл ғана тұра алады. Бұған дейін 2023 жылға дейін 5 жылға беріліп келген. 2023 жылы министрліктің бұйрығына енгізілген өзгерістерге сәйкес ол 3 жылға қысқартылды. 3 жыл көлемінде жаңағы депозиттік шоттарына азаматтар өздерінің қаражатын жинап үлгеруі тиіс. Өзгерістер енгізілген жоқ. Жаңағы үйін атында қалдыру деген мәселелерді жастарымыздың тарапынан қозғалып жатыр. Ол мәселелер, бірақ ондай өзгерістер жоқ, және ол азаматтар жаңағы депозиттік шотына ақшасын жинап бұл үйлерді босатулары тиіс. Бұл өзгеріспен конкурстан жеңіп пәтерге қол жеткізген жас отбасылар келіспейтінін айтады. Түсірілім тобы жастарға арналған бағдарлама бойынша арендалық үйге қол жеткізген жастардың бірінің үйіне табан тіреді. Наргиза Жандарованың сөзінше 3 жыл ішінде балада бұл тұрғын үйге өз мектебіне үйреніп қалады. Сондықтан жауаптылардан жастарға бұл пәтерді жекешелендіруге мүмкіндік беруді сұрауда. Дәл осы жалдамалы пәтер жастарға берілетін бағдарламаға қатысып, бірінші қатысқаннан ұта алмады. Дегенмен де мойымай Наргиза ханым екінші ретте құжаттарын өткізіп, 2 бөлмелі пәтерге қол жеткізіп отыр. Расында да бүгінгі таңда бұл пәтерлерге 3 жылға келісім шарт жасалған. Солай ғой, Наргиза ханым, жалпы айтып өтсеңіз, құжат тапсыру қиынға соқпады ма? Жалпы ережелермен толық өзіңіз келісесіз бе? Мүмкін өзіңіздің ұсыныстарыңыз да бар шығар. Алғашқында бірінші кезде сол 5 жылдық кезінде тапсырып көргенмін. Сол кезде отказ алған себебі мен доходым жетіспеді. Сосын кейін осы қателеспесем қыркүйек айларында ма қайтадан басталады деді. Ол кезде уже 3 жылдық болып басталады деді. Шарттарын бәрімен таныстық, документтің бәрін жинақтадым. Сөйттім да өзім очередке жаңағы шарты бойынша конкурсқа қатысып өтінім бердім. Доходым расталды, құжаттарым өтті, қабылданды. Содан кейін примерно 2 ай күттік. 2 айдан кейін результат келді. Договор келді, договорға қол қойдық. Сонымен осындай еңбектің арқасында осындай 2 бөлмелі пәтерге қол жеткіздік. Енді бұның шарты 3 жыл деп жатыр. 3 жылда жастар өздеріне депозитке қаражат жинау керек болып жатыр, алғашқы жарнасын. Енді біздің бұл жерде жастар, көбісі жастар, бала шағалары бар. Біреуінің 4, біреуінде 6 бала шаға бар. Мен өзімде 2 балам бар. 3 жылда біз осы жерге, осы ауданға үйреніп қаламыз.
сіңісіп қаламыз. Біз қазір алдын квартирада тұрдық қой, жалдама пәтерде. Ол жақтан бала шағаның бәрін осы жаққа садикке, мектепке орналастырдық. 3 жылдың ішінде ол бала шағаның барлығы осы жердің атмосферасына үйренеді, мектебіне бауыр басып қалады. Сонда біз 3 жылдан кейін тағы да басқа жақтан үй іздеу керек болады. И сосын балдарды ол жаққа қайтадан үйрету керек болады да. Адамда, балаларда адаптация болады. Сондықтан біздің жастардың өтінішіміз осы мәселені 3 жылдан кейін жастарды осы қол жеткізген пәтерлерінен шығарып жібермей, керісінше 3 жылдан кейін осы жастарға осы үйлерін алғашқы жарнаны құя отырып, осы үйлерді жастарға ипотечный қылып, ипотекалық бағдарламамен үйлестіріп берсе деген өзіміздің бір өтінішіміз бар. Осы өтінішімізді жоғарыдағылар, депутаттар, министрлер осы мәселені қайта қарастырып, осы үйлерді өзімізге жастарға 3 жылдан кейін үйлестіріп берсе деген ниетіміз бар. Жалпы жастарға өзіңіз секілді жас отбасыларға кеңесіңіз осы жалдамалы пәтер 3 жылға берілетін ақшаңызды жинақтауға сеп болатын бағдарламаға қатысуға кеңес берер ме едіңіз? Ол үшін көбісі енді мүмкін емес деген сияқты оймен жүреді да. Бірақ құжаттардың барлығын түгендеуге еріне ма, сіздің пікіріңізше неге олар әрекет жасамайды деп ойлайсыз, және оларға кеңесіңіз өзіңіздің тараптан? Менің кеңесім бақтарын сынап көрсін, әркім өзінің бағына қарай, ниетіне қарай көреді. Менің ниетім енді 80 мың, 90 мың қазір мысалға ішінде жиһаздары жоқ квартираларды 120-ға беріп жатыр да. Біреуге 120 мың, 80-90 мың бергенше осындай мемлекеттің ұйымдастырып отырған осындай бағдарламаларына қатысып, жаңағыдай өздеріне ыңғайлы тараптарды қабылдап, өздеріне ыңғайлы жақтарын қарастырып қатысса болады. Енді 17 мың деген аз ақша, енді былай ар жағын үнемдеп жинауға болады. Егер мемлекеттің беріп жатқан пәтерлерін ұнатпаған жағдайда басқа жақтан, мемлекеттің басқа бағдарламаларымен қатыса отырып, басқа жақтан үй алса да болады, пәтерлер алса болады. Яғни жағдай бар, мүмкіншілік бар, тек әрекет керек. Әрекет етсең берекет болады, әрекет етсең беремін дейді. Сол сияқты мен ойлаймын, жастар осыдан кейін қарап жатпайды деп ойлаймын. Барлығы мысалы Құда қаласа келесі айда ма білмейміз енді қай айда болатын, бірақ тағы да осындай жалдамалы пәтер бойынша тағы да конкурс болады. Сол конкурсқа қатысып өздерінің бақтарын сынап көрсе болады. Рахмет сізге сұхбатқа, қоныс тағы да құтты болсын. Бұйырса өзіңіздің жеке пәтеріңіз болады деген үміттеміз. Ал дәл осындай сіздердің секілді ұсыныстарыңыз, яғни өзгертілген өзгеріс 3 жылға дейін қысқарған болса, қазір жастар бұл пәтерді өзіміздің сатып алу құқығына берсе екен, арнайы ипотекалық тұрғыда берсе екен деген ұсыныстарын айтып жатыр. Міндетті түрде алдағы уақытта егер қарастырылатын болса, әрине жастар үшін құба-құп болмақ. Азиза, предлагаю провести опрос среди жителей нашего города. Знают ли они о государственных программах по доступному жилью? Алиса, расымен де біздің Шымкент қаласының жастарының өзінің баспанасы бар ма жоқ па, және осындай қол жетімді баспананы қалай алуға болады деген сұраққа не деп жауап берер екен? Маған да қызық болып тұр. Ендеше кеттік, сауалнаманы бастайық. Пошли. Бағдарлама білмейді екен әлі ондай. Негізі керек деп ойлаймын. Көп адамдар қазір жастар именно квартираларда неғұрлым сол ақша кетіп жатыр да, сол ақшаны экономить етіп жинаса, осы уақытқа дейін пәтерлі болып қалатын еді. Это интересный вопрос, да. Ведь где-то вот что-то у нас хромает, видимо, и с информацией, и, может быть, даже с образованием, с тем, что молодые не могут искать информацию в правильном направлении, да, а может, она до них не доходит, потому что, на самом деле, проблема, она такая существенная. То есть все хотят, то есть проблема вот с квартирой, да, с собственным жильем, это очень актуальная вещь, и я думаю, многие ищут, но все привыкли работать вот как-то через объявления, через OLX, а вот почему-то вот на государственную как-то поддержку мало рассчитываем, видимо, это у нас какой-то вот сформировался какой-то менталитет, что мы не доверяем вот этой программам всем и думаем, что там все куплено, все через связи и тому подобное. Дұрыс емес ол жастарға қолдау көрсету керек, ол дұрыс емес ол. Берді ма, қайтып алмау керек. Жастар келешек ұрпағымыз ғой. Оларды қолдау керек. Білмеймін, әзірге ойда жоқ, алу. Алда жоспарда болған шығар, Қандай бағдарламалар бар?
жастарға баспанамен қамтуға қол жетімді ме жалпы? Білмедім ол жағын. Я слышал за такие программы, но, как говорите правильно, молодежь не знает об этом, потому что мало информации. Люди, молодежь не осведомлена. Вот. Делается для чего? Деньги выделяются, информации очень мало. Өз жастардың баспанамен қамту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Сондай бір іс-шарасы. Сол? Наверное, потому что не просвещается в каких-то современных, более молодежных ресурсах, там, Ютуба, ТикТока, Instagram Reels. Вот поэтому, мне кажется. Алматы, Астана және Шымкент осы үш ірі мегаполисте жұмыс істеп жүрген жастарға сатып алу құқығынсыз пәтерлермен қамту бағдарламасы бар. Ол жерде жыл сайын жаңағы Шымкент қаласы бойынша 900 пәтерден, қалған мегаполистерде 1000-ға жуық пәтерден беріліп жатыр. Бұл жоба жастар жылы аясында 2019 жылы президентіміздің қолдауымен басталған жоба болатын. Ең алғаш біз 2020 жылдың қаңтар айында 904 азаматқа бердік. Одан кейін 21 жылы 300 азаматқа бердік. 22 жылы 857 азаматқа бердік. Және 23 жылы 888 азаматқа бердік. Жалпы осы жылдар көлемінде 2949 азамат бізге баспанамен қамтылған болатын. 2024 жылғы жоспар бойынша бұл бағдарламамен тағы да 900 азаматты қамту көзделініп отыр. Жалпы бұл бағдарлама жұмыс істеп жүрген жас отбасыларға, жастарға үлкен мемлекеттік қолдау болып табылады. Себебі мынау баспанасыз жастарымыз оқу бітіргеннен кейін өзінің қаражатын депозиттік шоттарда жинақтауға, өзінің қаражатын үнемдеуге осы жаңағы мемлекеттен берілетін жастардың баспанасымен қамтылып отырып, өз қаражаттарын жинақтауға үлкен мүмкіндіктерін беріп отыр. Десе де өткен жылы мониторинг барысында түрлі себепке байланысты 12 пәтер мемлекетке қайтарылды. Мамандар жастарға тағы қандай бағдарлама бойынша пәтер алуға болатынын да тілге тиек етті. Шымкентте бізде өңірлік бағдарламаларымыз бар, қамқор деген. Былтырдан бері жұмыс атқарылып жатыр ол бағдарламамен. Өте тиімді бағдарлама, жаңағы тоже 5%-бен 10% алғашқы жарнасымен және 20 жылға дейін берілетін тұрғын үй. Бұл жерде жастарға, ол жерде де конкурспен отбасы банкі арқылы жүргізіледі. Ол жерде ерекшелігі жаңа жастарға 35 жасқа толмаған болса балл беріледі. Оларға да жаңағы кішкене болсын көмек. В управлении жилья города Шымкент отмечают, что если среди молодежи есть вкладчики от Басыбанка, то для них действует новая программа АТАУ. Принять участие в программе могут действующие вкладчики банка, имеющие депозит со сроком не менее 18 месяцев, а также те, у кого минимальная сумма накоплений на сберегательном счете превышает 1 000 000 тенге. При рассмотрении заявки также будут учитывать и факт отсутствия жилья в течение последних 5 лет. Возраст участника должен быть от 18 до 63 лет включительно. Напомним, выступая на 3-м заседании национального Курултая, президент страны заявил, что еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни казахстанцев является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы ОТАО, которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7%. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа. Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживит строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье. В этом году новая жилищная программа «Наурыз» стартовала 1 мая. В Министерстве экономики и в Министерстве промышленности и строительства озвучили условия новой ипотеки. Приобрести жилую недвижимость по программе «Наурыз» можно в любом регионе страны. Однако в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в областных центрах разрешается купить квартиру только на первичном рынке. На потенциального участника не должно быть зарегистрировано никакой недвижимости. В программе «Наурыз», так же как и в АТАУ, требуется наличие депозита в банке. Но отличием станет то, что в «Наурызе» нет требования 18-месячного наличия депозита. То есть он может быть открыт перед подачей заявки.
Это был самый гостеприимный выпуск программы «Неформаты». Я надеюсь, он вам был полезен, и вы для себя нашли очень много нужной и важной информации. Я ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар, арна қосулы болсын.